Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Аби Умама деген сахабадан Аллах Таала разы болсын, пайғамбар алейхиссаламға мындай деп айттым дейді. Мурни би амалин, маға бір сооп амалды бұйрық берің. Сооп амал қылуға бұйрық берің дедім еле. Алейка биссаум фа иннаху ла адла лах. Абу Умама, орозо қарма, орозоға еш нәрсе тең келбейді деді дейді. Сен орозо қармағын, орозоға еш нәрсе тең келбейді, орозоның теңі жоқ деді. Құлту я Расулаллах мурни би амалин. Қайра айттым, я Расулаллах, бір сооп ішті бұйрық берің десем, алейка биссауми фа иннаху ла адла лах. Абу Умама, орозо қарма, орозоға еш бір ибадат тең келбейді деді. Пайғамбардың бұл осиятын айтқаннан кейін, факана Абу Умама ла юра фи бейтихи духан. Абу Умаманың үйден еш түтін шықпайды екен. Пайғамбардың бұйрығын алғаннан кейін күндізі. Фа иза ру'я духан, егер күндізі Абу Умаманың үйден түтін шықса, арифу анна дайфан назал бихим. Аны үйге мейман келіп түрде білінеді екен. Мейман келбесе, күндіз еш қачан оқат қылып қазан очақ жақпачу екен.